Сәлем достар, қайырлы күн баршаңызға. Бүгін біз сіздермен Рахат компаниясының осындай жаңа жылдық сыйлығына обзор жасайтын боламыз. Бұл бізде әкелерінің баласына әкелген сыйлығы, жұмыстан берген. Осындай ішіндегі снеговик шоколадын балалар ертек жеп қойды. Ішінен осыншама шоколадтар шығады. Мына мармеладты да ерте шыдай алмай жеп қойды. Мынандай екі түрлі шоколад, арахис, түрлі дән, бафли, мынандай шоколадты бафлилы шоколады бар, печеньесі бар. Мынада екі дана шоколады, Қазақстан шоколады бар, майда-майда. Сондай барлығы үлкен сыйлықтардың қатарына кіреді. Одан кейін мынандай әртүрлі шоколадтардан мен ерінбей есептедім. 120-130-дай ішінде шоколад конфеттің қосындысы бар. Мына үлкен сыйлықтардан бөлек. Әр конфеттен, әр шоколадтан 3-3 данадан салған, даже кейбір конфеттерді 5-6 данадан салған түрлері де бар. Оны қазір видеодан анық көре аласыздар. Бұл сыйлықты біз жылда аламыз. Бала санына байланысты. Сіздің неше балаңыз бар, соған байланысты береді. Үлкен балаңыз 12 жасқа толса, одан кейін сыйлық өзі азая береді. Жылда осы шоколадтың сырты өзгергенмен ішкі құрамы өзгермейді. Бұның барлығын балалар жемейді. Ана үлкен шоколадтарын ғана қызығып, сол бірінші күні жейді. Қалғандарын алып қоямыз. Қонақ келгенде, кейде өзіміз шай ішкенге қойып пайдаланатын боламыз. Яғни жейміз сондай кездерде. Сіздердің әкелеріңіз жұмыстан қандай шоколад алып келді? Комментарияда бөлісіңіздер, бір-бірімізбен пікір алмасайық. Егер де менің каналым ұнаса, менің каналыма лүпіл басып, пікір қалдырып, тіркеліп алуды ұмытпаймыз. Алда әртүрлі жаңа видеолар шығатын болады. Міне видеода көріп тұрғандарыңыздай, барлық шоколадтардан 3-3 данадан салған. Бұл жерде пары болмай қалған, 1-2 ғана конфет шоколад шықты. Видеоның соңында байқайсыздар. Енді осы компанияның шоколадтары өте дәмді, оны айтпаса да түсінікті. Балалардың жаңа жылдық сыйлығының осындай сапалы болғаны көңіл қуантады. Компания жұмыс орын білгілеріңіз келетін шығар. Казатомпром. Основной осы мұнай жақтар, газ, уран саласы, соның қызметкерлерінің сыйлықтары бір-біріне қатты ұқсайды деп ойлаймын. Рахмет көңіл қуантқаныңызға. Келесі кездескенше.